Бір күнде 100 жоба, 100 үміткер. Шымкентте мемлекеттің қайтарымсыз грантынан үмітті жандар комиссия алдында барын салуда. Бұл толқыныстың нүктесі ертең таңертең қойылады. Жеңімпаздардың есімі ресми сайтта жарияланбақ. Жолы болғандардың арасынан болашақта елге танымал кәсіпкерлер шығуы да әбден мүмкін. Биыл қаламызда 400 адамға 1.730.000 теңгеге дейін қайтарымсыз грант беру жоспарланған. Алғашқы лекте бақ сынайтын 435 үміткердің жобасы 4 күн ішінде қаралады. Комиссия мүшелері күніне 100 адамды қабылдап жатыр. Алғашқы күннің нәтижесі белгілі болды. Кешегі кірген жоба бойынша бізде 100 азаматтың 23-не оң шешім берілді. Қазіргі таңда ол кісілермен шарт жасасу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Енді кеше оң шешім алған кісілердің арасында көпшілігі сол өндіріс, аяқ киім жасау, қызмет көрсету, шаштар ашу, кондитерлік өнімдер бойынша, мал шаруашылығы бойынша басымдыққа ие болған оң шешім бергендер арасында. Жобасын қорғап шыққандардың арасында дәстүрлі кәсіптен бөлек инновациялық бағытты таңдағандар бар. Олардың бірі Эльмира Қошқарбекова. Ол балалардың смартфонға тәуелдігін азайтып, зейінін жақсартатын құрылғыны ойластырған. Жаңалығын комиссияға егжей-тегжей таныстырды. Енді дәл қазіргі таңда білесіздер, балдардың бәрі гаджетке тәуелді, баланың зейіні тұрақсыз. Зейін тұрақсыз ба, балада есе сақтау қабілет деген дүние болмайды. Енді ең бірінші есе сақтау қабілет емес, баланың зейінін тұрақтандыру. Дәл сол зейінді тұрақтандыратын біздерде инновациялық жобалар бар. Бірақ Қазақстанда учебный центрларда олар әлі пайдаланыста жоқ. Енді мен ойлаймын, бұл енді білім саласындағы ерекше жоба деп. Инновациялық жоба. Өйткені сіздер дәл қазір баланы кітаппен, болмаса раскраскамен, болмаса ермек сазбен сіздер таңғалдыра алмайсыздар. Құрылғы енді баланың басына кигізу барысында. Ол баланың ұйықтап қалған мидың нейрондарын оятып, бұл кәдімгідей жұмысты 50%-ға жеңілдетеді. Бұл мұғалімнің де, оқу орталықтың да, және ата-ананың қалтасының ақшасын үнемдейді. Сонымен қатар Қазақстанда білімді ұрпақтардың көбеюіне кәдімгідей 1000% әсерін береді. Ал бұл жолы грант алылмаған азаматтарға әлі де мүмкіндік бар. Қайтарымсыз қаржының екінші легі күзде, қыркүйек, қазан айларында басталады. Құжат қабылдау мерзімі туралы ақпарат 10 күн бұрын әлеуметтік желіде жарияланады.